Мешіттің маңы. Әсерлі әңгіменің авторы Қуандық Түменбай. Сонымен 40 жылдан кейін қаланы тастап ауылға көштім. Анау-мынау емес, Айсұлтан деген мешіттің маңына қоныс тептім. Қаланың ығы-жығы кептелісімен ми ашытар ызы қиқуы әбден мазамды алып бітті. Аттай 40 жыл ойып алған орталықта тұрыппын. Алматының дәл кіндігі 25 қабат Қазақстан қонақ үйінің түбі сарқырап аққан кіші Алматы өзенінің бастауы да осы жер. Қалада да қызық қалмады. Жас болса 7-ші ондыққа тақады, қатар құрбылар сиреді. Зейнеттің тәтті нанын қайда отырып жесең де бәрібір емес пе? Бұрынғыдай қауқылдасып сыр бөлісер жаныңа жақындардың да қарасы көп емес. COVID-19 қырып салды. Менің де бір үйдің баласында 2 досым бар еді. Осы мылтықсыз майданнан қайтпады. Ал енді басқаны қайдам, өзім даланың өскіні болғасын ба топырақты аңсаймында тұрам. Майдың иісінен гөрі топырақ иісі мұрныма келсе, танауым жыбырлап бір әдемі әсерге беріліп кетем. 3 жыл таңдап талғап жүріп ақыры осында жылжыдым. Бір қабат үйдің бөлмесі көп ақ. Ең керегі айналасында қылтиып өскен жеміс жидегі бар. Сары жапырақты соңында сүйемін. Сары жапырақ қалқып ұшып жатқан қоңыр күздің бір күнінде осында кеп қоныс тептім. Осында келгелі жанымды баурайтын бір нәрсе үй түбіндегі 5 уақыт азан шақыратын мешіттің әуені. Діндар болмасам да дайындалып жүрген сыңайым бар. Намазға жығылу қиын емес, аят жаттау да мен секілді санасында сәулесі бар қағбалар қағылезге оп-оңай. Тек іштей әзірлік керек. Жан дүниең сол әлемге ауысып, сол өзің сенген әлеммен бірге өмір сүруің керек. Жұрт сияқты дызақтап кіші қажылыққа асықпау керек. Жан дүниең таза болса, ит жеккенге барсаң да жол ашық. Жат қылық деп саналатын анда-санда апиынға ауыз бұлғау, мен арагіді құмар ойынға қол тегізуден де арылсам ба деймін. Жастықтың желігімен айтылар құйтырқы сөздерге де тұсау салып тарпан қимылдың жүгенін тартып кіршіксіз соқпапкен жүріп тұрған жөн сияқты. Осман түгел, жылан жалағандай тап-таза, дәл төбесінде қиығай бейнеленген мешіттің алдындағы тарам-тарам ағаш орындыққа кеп отырдым. Боздата оқылған әуен жанымды елтіп барады. Азан шақыру дегенің нотаға түспеген классикалық музыка дерсің. Жұма намаз болғасын ба дыбыс күшейткіште бабында екен. Жағымды әуен шағын ауылдың төбесінде шарықтап барады. Мешіттің алды шүпірлеген жеңіл көлік. Іркес-тіркес тұрған машиненің ең шетінен бір қуыс тауып зәңкейген джип жүйткіп кеп тежегішті басқанда тұмсығы темір қоршауға тиіп сол қета қалды. Ішінен атып шыққан қырбық сақал жас жігіт амандық саулық жоқ, мені жанай өтіп, басталды ма деді. Басталып кетті. Кешігіп қалдым шешең, түнде кіші қажылыққа аттануым керек еді деп маңдайшасына дәретхана деп жазылған қорқылтайдың ұясындай қарасылақ бөлмеге білегін түріп еніп кетті. Мен болсам осы отырысыма рызамын. Намазға жығылып маңдайымды жай намазға тегізбесем де жан дүниемді желпіген бір жылы леп бар. Алла жолын мақұлдап сол жолға емен жарқын еніп келе жатқан кейпім өзіме ұнайды. Ықылас сүресін күбірлеп оқып ата-бабамның есімдерін тізбектеп атап шықтым. Бұл мен үшін аз нәрсе емес. Қарашы, Алла жолына түскен адамдардың тілеуін тілеп, жүріс-тұрысына сүйсініп, мешіттің алдында мәз бақпай отырмын. Кіре беріске шешіп кеткен шүпірлеген аяқ киімге қарасам, әр пенденің жерге тиген табан ізі де айқыш-ұйқыш боп көзге көрінетін сияқты. 40 жыл қоныс тепкен 25 қабат қонақ үй түбіндегі қызыл кірпіштен өрген келісті мекен жайым да көз алдыма келді. Ол жердің тазалығын сұрама, бір жапырақ табан астында мұжылып жатпайды, бір иттің қыңқ еткен дыбысы шықпайды. Адамдары да сондай сақ, өздерін қарапайым халықтан бөліп алып, элита деп санаған кешегі майталман шереуніктер баласымен орысша сөйлесіп, қызығын орысша бөліседі. Қазірде жетісіп тұрғаны шамалы. Бізді солай тәрбиеледі деп баласы әкесін айыптайды. Бәрі сол қонақ үй түбіндегі саябаққа жиналып, аузы мұрындарынан көк түтін қытады. Қастарында тұрған қалт-құлт еткен кәріге ығысып орын беруді білмейді. Ресей
Украинаға соғыс ашқалы осы Сайыбақ пен Терренкор аталған соқпақ жолды саршашты, көк көздер қаптап кетті. Тілдесіп сыр тартсам, кілең ресейліктер екен. Соғыстан қашып жүрміз. Мынадай мамыражай заманда соғысып өлгіміз келмейді дейді. Бұрын осы жерде қонақ үйден шыққан негір деген көмірдей қара адамдар қаптап жүруші еді. Қазір көк көздер күннен күнге көбейіп барады. Құрысын, далада туған маған осы жаңа қонысымнан артық жер жоқ. Бір шеті далиған жүгерілік, бір шеті жап-жасыл жоңышқалы алқап. Тым-тырыс дүние, қыңқ кеткен артық дыбыс естілмейді. Жалғыз жолаушы автобус анда-санда жайбарақат бір дөңгелеп өтеді. Жеңіл көлік дегенің ышқырдағы сірке секілді сопайып, анда-санда бір көрініп қалады. Айналама көз жүгіртіп қарап едім, әудем жердегі қуыста бұтарлап жиналған бір құшақ қызыл жыңғыл үйілі жатыр. Қасында 3 сирағы жер тіреген аспалы ошақ. Оның қасында түбі отқа күйген қара қазан төңкерулі тұр. Сәл беріде діңгек ағашқа сүйеулі адамзатты мәңгілік мекеніне алып барар жер бесік көзге сондай суық көрінді. Бәрімізде тамызық тұтатып, қазан қайнатып, ас ішіп болғасын жер бесікке келіп, жантаямыз ау деген үрей аралас. Үркек ой санамда үйіріліп тұрып қалды. Намаз аяқталдау деймін. Жұрт жабық есікті жалп еткізіп ашып, тысқа өре шығып, үймелеген жеңіл көліктер дар етіп оталып, арлы-берлі жылжи бастады. Бір-біріне жол бермей бажылдаған 4 дөңгелек мешітті тастап құйғытып бара жатты. Әп сәтте тым-тырыс оңашалық орнады. Оқылған сүрені ауаға жайыпсап тұрған дыбыс күшейткіште қыр етіп бір қақырынып ап үнсіз қалды. Ең соңынан үстіне ақ қардай әппақ шапан киіп, басына шұбатылған ақ сәлде ораған, сұңғақ бойлы ақ сары жігіт ағасы шықты да, жападан жалғыз отырған маған бұрылды. «Ассалаумағалейкум» деп мұсылманша сәлем бердім. «Уағалейкумәссәлем» деді көздері күлімдеп. Жүзі жарқын, кісі жатырқамайтын, аржағы ашық азамат әрі Құдай жолына түскен иманды пенде екені көрініп тұр. «Неғып отырсыз?» деп сұраған жоқ. Мен айтқан жоқпын. «Жұма намаз бітті ме?» дедім. «Я, Алланың бір парызын атқардық». Маған күдіктенсе де күлімдей қарады. «Ішке кірдіңіз бе?» «Жоқ, мен дайындалып жүрмін. Өзімді іштей әзірлеп жүрген пендемін. Мешіттің алдына келіп отыруға болатын шығар». «Беймарал, Алланың үйінің қақпасы қашанда ашық. Қай кезде келем десеңіз де дайын. Намазхан бөлме бар, ас беретін асхана бар, жарық жалғаннан мәңгілікке аттанғандардың жаназасы да осы жерден шығарылады» деп, төбесі толқын-толқын шифрмен жабылған шатырға шалқая қарады. «Қараңыз, төбесі шымқай жабық, жаңбыр мен қар суынан ада деп, сондай бір себеппен келіп отырма дегендей сұрау сала қарады. «Әзірге ондай шаруам жоқ» деген шорт кескен сөзімнен кейін аңтарыла бір қарады да, «Сірә, жаңа қоныстанып жатқан кісіге ұқсайсыз, айтып қояйын. Менің моншам бар. Анау, тиіп тұр. Кісі басына сағаты 1000 теңге» деп, қораның арғы бетіндегі қонжиған томпақ үйді нұсқады. «О, жақын жерден жүзі жақсы болды. Таңертең ерте келем» деп келісе кеттім. Көшенің арғы бетінде шаштараз бар. Зейнеткерге 1000 теңге, басқаларына 2000-нан. «Куәлігім қашанда өзіммен бірге» деп қалтама қол сала беріп едім. «Кейін көрсетесіз ғой, қоныс құтты болсын. Қай көшеденсіз?» деді имам ең соңынан. «Бурабай 3А». «Бурабай? Сондай да көше бар меді? Анау Космонавтов, анау Титова, қазақшадан Абай ғана бар сияқты еді». «Анау көлденең көше» деп, сымдай тартылып тұрған есікпен төрдей дальнобойщик машинаны нұсқадым. Ол Калинин ғой, біз Калинин дейміз». Құжат бойынша Бурабай, нотариусқа Бурабай деп толтырдым, бірақ көшенің аты жөні еш жерге ілінбепті. Сол екен ғой, деп кәнігі тұрғын таңырқағандай болды. «Қашан көшіп келдіңіз? Қаладан келдіңіз бе?» «Иә, қаладан 40 шақырым жерге, енді шұғыл шақыру болмаса бара бермейміз». «Қалада не де жаңалық?» деп имам шүйіркелесе кетті. «Домбыраны харам деп жатыр. Ең басты жаңалық осы. Оған бас ауыртып қайтесіз. Депутаттар өздері тазартып алады да». Аққа малынған сұңғақ жігіт күрек түсі ақсиып күлімсірей қарағанда мені мазақтап тұрғандай көрінді. «Ертең Ошаға келем дедіңіз бе?»
сағат нешеге деп жазайын? Менің дұға бағыштайтын жерім бар еді деп қалта телефонын шығарды. Сағат 10-ға. Таңғы ма кешкі ме? Таңғы 10. Біз түні бойына істейміз. Жалғызсыз ба? Жалғызбын. Моншаға қатын ертпеймін. Ол майда әріптерді шұқылап есіміңіз, телефоныңыз деп тізіп жаза бастады. Тура болды, енді сізге лақтырайын, келетін кезде осы нөмірге звондайсыз деп жұмысым бітті дегендей бұрылып кетті. Ол жөнеп кетті, мен отырған орнымнан тапжылған жоқпын. Осы имамдар неге асығып жүреді? Қайсы бір аста болмасын асабаға сөз салып сұранып, тағы бір жерге баратынын айтып, от ала келеді. Өнегіні қаладағы бір Құран бағыштауда жап-жас имам: ағалар, мен асықсыз едім. Тағы бір асқа баруым керек еді, аз кем лұғат айтып кетейін деді де бастай жөнелді. Жеке бастың тазалығы мен 5 уақыт намаз ережесі, адами болмыстың өзгеруі хақында айтып кеп, қыл көпірден өткенде күнәсі барлардың қалай шыңғырып, қалай жалбарынатынын суреттей бергенде, министр деңгейінде қызмет атқарған кісі өңі бозарып: қарағым, баратын жеріңе тезірек баршы, деп бұрқ ете қалды. Жұмақ пен тозақтың жолы осылай, деп имам орнынан көтеріле бергенде, көрерміз, деп әлгі кісі сөйлеп қалды. Мешіттің темір шарбағынан шығып кетейін десем, бір құдіретті күш жібермей ұстап тұр. Имамның шапан етегі делеңдеп, арқасы томпиып кетіп барады. Әне 3 аттам жердегі күре жолға түсті. Мен оқыған адаммын, анау-мынау емес, Мәскеу ауыл шаруашылығы академиясын бітірсем де, шоу жасауға шорқақпын. Мәскеуде әдеби орталықтарға барып, не бір шоқша сақалды бадырақ көз жүйіттердің лекциясын тыңдап, құлақ құрышымды қандырғанмын. Бұл өзі бұрын шошқа баққан ауыл екен. Бұның бәрін кешке таман көшеге шыққанда 200 теңге қарыз сұраған маскүнем айтып берді. Күре жолға түстім, дәл осы жолда мұрынды жарар бір қаңсық иіс бар. Жоңышқа иісі бөлек, одан алыс кеттім. Көк өскіннің әтір аңқыған жұпар иісі әудем жерде қалықтап қалып қойды. Қарсы беттен ұзыннан ұзақ шұбатылған 2 қабат үйдің төбесі көрінді. Қаңсық иіс осы жақтан лекілдеп соққан желмен бірге жүйткіп кеп, мен секілді жиіркеншектің танауын қытықтай бастады. Дәл қасында аялдама, жалғыз автобус осы жерден бұрылып күре жолға қайта түседі. Әжей, аяғыңыз талдау деймін, отыратын орындықта жоқ екен, автобус күтіп тұрсыз ғой, дедім шекедей Кионаға қарап. Талса не қылат дейсің, талай талғанды көргенбіз, енді анау жалғыз автобус келе қалса. Әне, төбесі көрді, деп едім, әжей қуанып кетті. Заманның беті бері қарады ғой, өзім бей, өзім қожа, енді бізге не керек? Әже, осы жерде бір иіс бар, сол қайдан шығып жатыр? 80-ді тастап, 90-ға иек артқан кемпір жіңішке таяғын бір сермеп қалды. Жаңа келген бала сияқтысың, бұл жер шошқахана болған, бауыздамай сойылған түліктің иісі 100 жылға дейін кетпейді. Қарашы, оның орнына зәң кетіп үй соқты. Әкімің де, милицияң да, поштаң да, нотариусың да бәрі осы жерде, деп зәңкиген үйді таяғымен нұсқап көрсетті. Сізді автобусқа отырғызып жіберейін. Мен онсызда отырам, жолыңнан қалма, деп айналып келіп тоқтаған томпақ автобустың табалдырығынан бісміллә деп аттаған шүйкедей кемпір ең алдыңғы орындыққа томпета қалды. 75-тен асқанбыз, бізге бесплатно, деп қосып қойды. Сосын ашық есіктен маған қарап: әзер шыдап тұрсың ғой, жеркеншек екенсің, бұл иіс әтір сепкенмен кетпейді, деді жымың етіп. Езуінен жүгіріп өткен 2 сызық 2 жолды көрсетіп тұрғандай болды. Автобус орнынан қозғалды. Мен әкімдікке қарай бұрылдым. Поштада осында деген сөзге ішім жылып қоя берді. Пошта болса газет болады. Қайсысына жазылсам екен деген ой бүйірімді түрткілей бастады. Қоңқақ мұрнымды қайта-қайта тартып қоям. Өкпек жел бір уыс қаңсықпен бетімді жерпіп өтті. Сол сәт мешіт жақтан Аллаху акбар деп азан шақырған қоңыр дауыс жер дүниенің бойын жібітіп, көшеде қараң-құраң еткен 2-3 жүргінші құлақтарын тосып тұра қалды. Бесін боп қалыпты. Әңгіменің соңы. Оқыған Роза Сұлтаналиева.